Тұрмыс құрған бастапқы 1997 жылы күйеу Марат екеуміз Талғар ауданы Әлмерек ауылында екі қайын сіңлімен бірге тұрдық. Пенде баласы болғаннан кейін әсіресе қыздар арасында ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Сондай бір кезекті азамат соғысының бірінде қайын сіңлім ішімнен тепті. Менің іш құрылысында бірдеме үзіліп кеткендей болды. Үйде бір тәулік жатып қалдым. Ауырып болмағаннан кейін туған ағам Құрметтің жұбайы Шолпан мен бауырым Әділет Алматы қаласының орталық емханасының хирургия бөліміне алып келді. Дәрігерлер рентгенге түсіріп тексергеннен кейін ішегің үзіліп гематома болуы мүмкін. Сенің тірі қалуыңа кепілдік бере алмаймыз. Сондықтан операция жасамас бұрын өз қолыңмен қолхат бересің деді. Жан керек, қымбат қолхат береді. Дәрігерлер қымбатты операцияға дайындап іске кіріседі. Ұйықтатын дәрі еккеннен кейін қымбат терең ұйқыға шомады. Өзі былай дейді: ұйқыға кеткеннен кейін жаным тәнімнен бөлініп, өзім әппақ жамылғы жауып қойған тәніме төбеден қарап тұрмын. Дәрігер бірдемені айтып пышағымен мені кескілеп жатыр. Мен қарап тұрмын. Айтқан сөздерін түсінбеймін. Осы сәтте құбыр труба сияқты бірдеменің ішіме ұша жөнелдім. Алдымнан өте алыстан кішкентай жарық көрінеді. Жете алмаймын. Ұшып келемін. Тынысым тарылып кетті. Құбырдың ішінен тезірек шыққым келеді. Бір кезде мені дөңгелегі бар зембілге, каталкаға салып екі есікке алып келді. Есіктің алдында гуманоидтерге ұқсайтын бір орта бойлы адам тұр. Тек жылтырап көзі ғана көрінеді. Көзі адамдікі сияқты, бірақ үлкен. Үсті басына күміс тектес матадан жасалған кебінге ұқсайтын киім киіп алған. Зембілге салған қалың нөпір адамдар кезекте тұр. Әлгі кебін киген адам оларды іріктеп жатыр. Мынаны анда жіберіңдер, ал мынаны кері қайтарыңдар. Менің кезегім келгенде, мынау кері қайтарылмайды деп, бір есікті ашып итеріп кіргізіп жіберді. Іші ойлы-қырлы сырғанаққа ұқсайтын қан түстес құбыр екен. Сол құбырдың ішінде айналып ұшып келемін. Бір мезетте жіп-жіңішке қылкөпірдің үстінен бірақ шықтым. Екі аяғыммен тұрмын. Қылкөпір шайқап тұр. Артымдағы үңгірге ұқсас құздан жалынышты ыңырсып қиналған дауыстарды естідім. Қымбат, кешірші бізді, кешір, құтқар бізді. Артыма қараймын. Кім ол? Алдымда дуал, есік көрінеді. Дуалдың ар жағында ана дүниенің адамдары мені күтіп тұр. Әкемнің шешесі әжем, Мараттың ата-анасы, әжесі, Мараттың түрік досы Яша, әкесімен бәрі бірге тұр. Ол кезде Мараттың әкесінің ағасы Әшмұхамет ата тірі болатын. Ол кісі де тұр екен. Мен: ой ата, сіз менен бұрын жетіп алғансыз ба деп қоямын. Ол кісі бауырына айтып жатыр: мынау Мараттың келіншегі, қымбат болады, сен туған келінің. Сонан соң әжемді көріп: апа, мен сізді таныдым, келдім міне, мен келдім, бәрі күлімдеп тұр. Қылкөпірдің ортасында тұрмын. Арттағы дауыс қиналып мені шақырып жатыр. Ойладым: елдің бәрі тозақ дейді, соны көрейінші. Кім менімен соншалықты кешірім сұрап жатыр, соны білейінші, деп қылкөпірдің үстімен артымен артқа жүрдім. Тоқымдай ғана жер бар екен. Сонда тұрып үңгірдің ішіне кірдім. Кірсем түрі қорқынышты. Көздері, денесі көп болып ісіп кеткен бір әйелді тіліне дәу шеге қағып тасқа іліп қойған. Сөйлей алмайды. Тек деп ыңырсыған дыбыс шығарып менен көмек сұрап тұр. Бұлар өсекшілер. Мен оны танымаймын, түрі бұзылып кеткен. Мен бисмиллахи-рахмани-рахим деп тілімді кәлимаға келтіріп алып ары қарай жүрдім. Қарасам енді бір әйелдің басын салбыратып, шашын қазыққа байлап, көтеріп тұрған екі аяғына шеге қағып қабырғаға жапсырып қойыпты. Тілі сағаттап жерге жетеді. Ол да сөйлей алмайды, тек дейді. Үңгірдің іші ауасы ауыр, ниеті аурасы жаман. Одан әрмен жүрсем, келесі әйелдің оң көзін шеге қағып қабырғаға оны тасып жапсырып қойыпты. Ол не әрі, не бері қозғала алмайды. Лаулап жанған оттың ішінде жан дауысы шыға: қымбат, қымбат деп бір әйел адам тірідей жанып жатыр. Алдында естіген даусым осы тірідей жанып жатқан адамның дауысы екен. Түрін танымаймын, бірақ дауысы таныс. Одан әрі қара су батпаққа бір адам тұншығып малтып шыға алмай жатыр. Кім екен деп қарасам түсінбеймін. Бір кезде күйеу Мараттың екі жездесі болған еді. Соларға ұқсап кетеді. Екеуі де кезек-кезек тұншығып
малтып шыға алмай жатыр. Қызығы 2 адам 1 адам болып тұр. Бір батып шыққанда өлдім көмектес, көмектес, құтқар бізді дейді. Мен ол жаққа бара алмаймын. Сұмдық қорқынышты. Осыларын көргеннен соң кері қайтып Қылкөпірдің үстіне барамын. Сонан кейін, бая Қылкөпір дейтін осы екен ғой деймін. Қылкөпірдің үстімен жүріп келе жатсам, дірілдеп тұрып лақтырып жібереді. Үстіне қайта 2 аяғымен тікетіп түсе қаламын. Астыма қарасам, қап-қараңғы құз. Мені осылай 3 қабат лақтырды. 3-еуінде де тік етіп Қылкөпірдің үстіне түсе қаламын. 3-ші қабат лақтырған соң жұмақтың есігіне бардым. Есіктің сыртынан айқайлаймын. Әже, мен келдім. Қазір сені құшақтап иіскеймін. Есіктен де ашып кірейін деп тұрғанымда, жоғары жақтан қанаты бар 2 еркек күйеу Мараттың анасын көтеріп ұшырып әкеп, тура жұмақтың есігінің алдына апарып қояды. Мараттың анасы есікті жауып тұрып: "Қайда асықтың, қызым?" "Менің жалғыз қарашығым Мәкеңді, Маратты, кімге тастап кеттің?" Мен айтамын: "Сіз мені жіберіңізші, мен әжемді көрмегелі қанша жыл болды, сағындым, барып иіскеп құшақтап келейін." Мараттың анасына қарасам, үлкендеу қыз бала мен кішкентай ұл бала, екеуі 2 жағынан 2 етегін ұстап тұр екен. Ол кезде қызым Азиза 2,5 жаста болатын. Мараттың анасы: "Мына 2 бала сенің балаларың. Менде бұлдай балалар жоқ. Менде 1 ғана бала бар, Азиза." "Жоқ, мыналар Мараттың дүниеге келетін балалары, сендердің балаларың. Құдайдан жалынып сұрап алғанмын." "Жоқ, сіз мені жіберіңіз, шаршадым, өмір сүргім келмей кетті, мұнда кіремін." "Жоқ, сен кері қайтасың. Мен Алла тағаладан Маратыма дұрыс келін бер деп жылап жалынып, жалбарынып жүргенде жүріп сұрағанмын. Сонда сені кездестірді. Ол сенімен ғана кемеңгер адам болады. Басқа адаммен ондай бола алмайды." Сол кезде: студент кезімде көк базарға жиі барушы едім, мүмкін сол кезде сізден бірдеме сатып алған шығармын деп ойымды айтып жатырмын. Ол кісі үндемейді. Сол кезде 2 баланы көргенде қызым Азиза есіме түседі. "Мәссаған, мен не деген өзімшіл эгоистпін, өзімді ғана ойлап тұрмын. Азизаны тастап кеттім. Кім оған шеше болады? Кімге қалдырып бара жатырмын? Жоқ, мен өліспей бейіспеймін." Тұрған жеріне жоғары жаққа қарасам, биікте қауғадай сақалы беліне түсіп кеткен, әппақ киінген ақсақал малдас құрып үлкен кітапты ашып отыр екен. "Әй балам, кімсің сен?" "Мен қымбат Қабдаш қызымын, ата. Сіз кім боласыз?" "Мен ажал боламын, ажалмын." Әлгі арада не айтарымды білмей сасқалақтап қалдым. Бұл өмірге асығып келген екенсің. Сені бұл жерге асықтырып жіберген екен. Сен өз еркіңмен келмеген екенсің. Сені бұл өмірге зорлап күштеп жіберген екен ғой. Сені өлтірген екен. Сен тіпті ұзақ өмір сүретін адамсың. Неғып бұл өмірге асықтың?" Ақсақал кітапты ашып қарайды. Мен: "Қымбат Қабдаш қызымын деймін." "Түсіндім, қарағым. Қалсам бола ма? Сенің әлі дам тұзың таусылатын күн жеткен жоқ. Бірақ менің кері қайтқанымда келіп, қызымды ойлап тұрмын. Ата өліспей беріспеймін." Осы сәтте мені жұмақтың есігінен шығарып жіберді. Келген құбырмен қайта кері бағытқа ұша жөнелдім. Алыстан жарық көрінеді. Мына жарыққа жете алмаймын ғой деп ойлағамда оң жаққа, қысқа жолға бұрып жібереді. Осы құбырдың ішімен ұша жөнелдім. Оянып кетсем, операция үстелінің үстіндегі шамның жарығы екен. Дәрігер бетімді шапалақпен: проснись, тұр, оян" деп бетімді ұрып жатыр. Сандырақтап 3 тәуліктен кейін есімді жиыппын. Мен: болды ма Азиза дей беріппін. Есімді жиғанда тұла бойымның операция жасаған мүшелерімнің ауырғанын сездім. Ана жақта еш ауырғанды сезген жоқпын. Менің ойымша операция 20 минут жасалған сияқты. "Операция 20 минутта тез жасалды ғой" деймін. Медбике қыз: "Ой, тәте, сіздің системамен жатқаныңызға 3 күн болды ғой" деді. Бұл оқиға 1997 жылдың тамыз айында болған. О дүниеге барып қайтқан қымбат Қабдаш қызы Орынбаеваның 2-ші рет өлуі, дүниеге жұмақта көрген балаларын алып келуі. Өлім алдында жатқан адамның алдында "Ля иляха иллаллаху" деп кәлиманы қайтаруды естіртіп айтып тұрыңдар деген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. 1997 жылы қараша айының 19 күні 3 айдан кейін ішегім қайта түйіліп, операция 2-ші қабат түстім. Бұрынғы операция қайта қайталанды. Бұрынғы көргендерім айна қатесіз қайта көремін. Алдындағы көріп тілдескен ата, ажал, айтады: "Неге келе бердің? Сен қазір қалған келсе мүмкіндік бар.
қалуыңа болады. Сен келе бердің ғой дейді. Мен емес қой, осылай болып қалды ғой. Ата, ойлан. Мен жұмақтың алдында екі баланы тағы көремін. Мараттың анасы ішке кіргізбей былай дейді. Қайт қызым, райыңнан қайт, тезірек қайт. Мен айтамын, апа, маған бір мүмкіндік бересіз бе? Мен әжемді ішіне кіріп бір иіскеп қайтсам болады. Сонан кейін қайтамын. Мараттың анасы. Ол есікке кірген адам екінші қайтып шықпайды. Ойлан, қалғың келсе қал. Осы көргендерімді бірінші қабат көргенде жан баласына айтқан жоқпын. Қорықтым. Бұл көргендерімді екінші қабат көргенде ойландым. Тәуекелге бел буып, алдымен күйеу Марат қайттым. Сенің анаң мені о дүниеден қайтарды. Қасында үлкендеу қызы мен кішкентай ұлы бар. Кейін бір жылдан кейін аяғым ауыр болып, екінші қызым Әйгерімге босандым. Одан кейін үшінші балам Иламанды дүниеге алып келдім. Бастан өткен тылсым дүниеде көрген адам сенгісіз ғажайып оқиғасын шырайлы тілмен баяндап берген қымбат Қабдаш қызы сөз соңына былай аяқтады. Мен бұрын Қылкөпір о дүние жайлы естігенмін. Газет-журналдардан, кітаптардан оқығанмын. Бірақ сенбейтінмін. Мен өзім көзіммен көрмесем ештеңеге сенбейтін адаммын. Екі қабат тылсым дүниенің тура солай қайталанып көру мүмкін емес қой. Бұдан бұрын да, осыдан кейін де тылсым дүние туралы неше түрлі қызық жайттарды көріп тұрамын. Қазір бір Алланың құдіретінің шексіз екенін және о дүниенің әруақтардың бар екеніне шек келтіре алмаймын. Қымбаттың енесі әруағы бір жыл бойы жақында қолдап жүрді. Әр нәрсенің кілті бар. Пейіштің кілті кембағал мүсәпірлерін жақсы көруде, депті пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Алдыңғы тылсым дүниені көрмес бұрын тағы бір қызық тылсым құбылыс болды. Маратқа тұрмысқа шықтым. Ол кезде Мараттың анасы қайтыс болып кеткен. 1994 жылы келін болып түскеннен кейін түс көремін. Түсімде қазақи той көйлек киіп ақ волгамен үйге келеміз. Есік ашық тұр. Биік тұғы тұр екен. Соның үстіне шығып тұрмыз. Мараттың әкесі 1980 жылы дүниеден озған. Сол кісі жақсы киім киіп, бөлек күлімсіреп бізге қарап отыр екен. Мараттың анасы шашу шашып тұр. Соны теріп алып жатырмыз. Мараттың анасы Маратқа: «О, мен қызды болып жатырмын. Ей, шешек, осы қызың шашынан бір тал түссе оңбайсың сен. Мына бала менің қызым. Балам, мына үйге қара», дейді де мен үйге кіргізіп жібереді. Өзі кірмейді. Мен: «Сіз үйге кірмедіңіз бе?» «Жоқ, мен көршілерге той жасаймын. Менің Маратым үйленді, келін түсірді. Той жасаймын. Таңға жуық оянайын деп жатсам, біреу сыбырлап: «Қымбат, қымбат», дейді. Көзімді ашсам, аяқ жағымда Мараттың анасы кәдімгідей тұр. Өңім бе, әлде түсім бе деп өзімді шымшимын. Өңім сияқты. Маратқа қарап қолымды созып оятайын десем, денемді игере алмаймын. Қозғалмайды. Өзімді шымшыласам, сезіп тұрмын. Мараттың анасы қабырғадағы ілулі тұрған суретіне артымен жылжып кетіп қалады. Мен тұрамын да: «Марат, тұр. Не болды? Мамаң менің аяқ жағымда тұр. Мен оятты, қызым тұр деді маған. Қарасам таңғы сағат 7 екен. Марат: «Қойшы, мүмкін емес. Сенің анаң ана суреттегідей киіммен келді», деп анасын суреттеп бердім. Операцияға түсер кезінде Мараттың анасы аруағы: «Bu үйден тезірек кетіңдер», деп аян берді. Сонан кейін 2 айлық жолға алып келді. Мына жолда ылғи зираттар. Мына жол ұзын жол, сенің жолың. Мен айтамын: «Мен сіздің үйіңізге барайын». «Жоқ, мен үйіме баруға болмайды. Ол жақта тек зираттар. Мен зираттар жаққа барамын. Сенің жолың мына ұзын жол», дейді. Осы түс 1997 жылдың шілде айында 405 қабат көрінді. Осының бәрі тылсым дүниенің ескерту екенін кейін түсіндім. Мараттың анасының әруағы үлкен қызым Әзизаға ауыр аяқ болғанымда қасымда тура бір жыл жүрді. Марат көбінесе іс сапарға шығып кетеді. Үйде жалғыз қаламын. Күнделікті кешкісін үйге анау-мынауларды кіргіземін. Үйде бақа болады. Бақаны көрмеппін. Аяғымды көтеріп енді басайын десем, «Қызым, абайла, аяғың астында бақа жатыр», дейді. Жан-жағыма қарасам, ешкім жоқ. Дауыс Мараттың анасыныкі. Содан кейін «Бисмиллахи-рахмани-рахим» десем, бақа секіріп өтіп кетті. Ауыр бірдеме көтерсем, «Абайла», дейді. Қорқатын жағдай болса, «Абайла, қорықпа», дейді. Сонан кейін шамның бәрін жағып қорықпай ұйықтайтын болдым. Босанған кезде Мараттың анасының әруағы төбемде тұрды. Дәрігерлер: «О, қыз босандың» деп айтып тұрғанда,
Мараттың анасының әруағы күлімдеп қарап тұрды. Сонан кейін Мараттың анасының әруағы қайта қайтып келген емес. Бұл әңгіме 2 рет клиникалық өліммен өлген қымбат Қабдаш қызы Орынбаеваның тозақта көрген сұмдықтары, жұмақта көрген туыстары, болашақ өмірге келетін сәбилермен жолығуы. Авторы Акося Тасыбекова. Мәлімет Алаш айнасы порталынан.